супер ақылды басқа ғаламшарлық билеушілер сізді және тағы 9 адамды тұтқынға алады. Олардың ойынша адамдар дәмді көрінеді, бірақ олардың өркениеті аса қисынды әрі ұйымшыл тіршілік иелерін жеуге тыйым салады. Өкінішке орай, олар сіздерді қалай бағалайтынын білмейді. Сол үшін бәріңізді тестілеуге ұйғарады. Өздерінің бүкіл ғаламдық аудармашысы арқылы олар былай хабарлайды: барлығың бір сызық бойымен үлкеннен кішіге қарай тізіліп тұрасыңдар. Сонда әркім алдыдағы адамды көре алады. Сендер артқа қарай алмайсыңдар, және тізбектен шығып кетуге де болмайды. Барлығына кездейсоқ ретпен ақ немесе қара қалпақ кигізіледі, және мен сендерге әр түстен қанша қалпақ бар екенін айтпаймын. Мен баста деген кезде ең үлкен адамнан бастап ең кішіге дейін басындағы қалпақтың түсін болжауларың керек. Және ақ не қарадан басқа сөз айтуға тырыспаңдар. Тіпті басқа жолдармен дауыс көтеру немесе интонация арқылы белгі берсеңдер, сендерді бірден жеп қоямыз. Егер ең азында 9 адам өзінің қалпағының түсін дұрыс тапса, сендерді босатамыз. Талқылап, жоспар құруға 5 минуттарың бар. Одан кейін сендерді тізіп, қалпақтарыңды тағайындап, тестті бастаймыз. Барлығын құтқаруға кепіл бола алатын стратегия ойлай аласыз ба? Енді видеоны тоқтатып, шешімін тауып көріңіз. Жауап 3 секундта көрсетіледі. Бұл жердегі басты түйін ең артта тұрған адамның ақ және қара сөздерінің кодтық ақпаратты жеткізу үшін қолдана алатындығында. Енді бұл сөздер арқылы әр адам өзінің түсі туралы шешім шығара алатындай қалай қолдануға болады? Ол ақ және қара қалпақтардың саны бола алмайды. Өйткені мұнда екіден көп ықтимал жауап бар. Бірақ осы екі ықтимал санның жұптылығы бар. Олар не жұп, не тақ сан болады. Сонымен бұл мәселені шешу жолы ең бірінші адам тақ санды қара түсті қалпақ көрсе, қара деп айтады, ал қара қалпақ саны жұп болса, ақ деп айтады деп келісу. Енді қалпақтар осылай таратылған болса, бұл қалай жұмыс істейтінін көрейік. Ең ұзын тұтқын өзінің алдында 3 қара қалпақ көріп тұр. Демек ол қара деп айтып, алдындағы барлығына қара түсті қалпақ санының тақ екенін білдіреді. Ол өзінің түсін қате айтты, бірақ сіздерде бір қателесу мүмкіндігі бар болғандықтан бұл мәселе емес. Екінші тұтқын да тақ қара қалпақ санын көреді. Демек өзінікі ақ түсті екенін біліп, дұрыс жауап береді. Үшінші тұтқын жұп қара қалпақ санын көреді. Ол өзінің басында алғашқы 2 тұтқын көрген қара қалпақ екенін біледі. Бұны естіген 4-ші тұтқын қара түсті қалпақтың жұп санын іздейді. Өйткені оның артында бір қара қалпақ айтылып кеткен еді. Бірақ ол тек бір қара қалпақты көреді. Демек өзінің қалпағы да қара түсті екенін түсінеді. 5-шіден бастап 9-шыға дейін әр тұтқын қара қалпақтардың тақ санын іздейді. Олар соны көріп, барлығы ақ деп айтады. Ендігі кезек тізбектің басына келеді. Егер 9-шы тұтқын қара қалпақтардың тақ санын көрген болса, мұнда тек бір мүмкін сан бар. Бұл стратегия қалпақтардың кез келген орналасуына жұмыс жасайтынын көре аласыз. Ең бірінші тұтқынның қателесу ықтималдығы 50%. Бірақ ол айтқан жұптылық ақпараты қалғандарының дұрыс жауап беруін қамтамасыз етеді. Әр тұтқын белгілі бір түстің тақ немесе жұп санын көруді күтеді. Егер олар күткен сан шықпаса, демек өздерінің басында сондай түсті қалпақ киілген. Осындай жағдай орын алған сайын, келесі адам күткен санының жұптылығын ауыстырады. Осымен бітті. Сіздер боссыздар. Мына басқа ғаламшарлықтар аш қалатын сияқты. Немесе қисынсыз келген басқа тіршілік иесін табулары керек. Ал сіздермен болған IQ командасы келесі видеоларда кездескенше.